Қадірлі әріптестер, сіздерді еліміздің ең басты қасиетті мерекесі Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Еліміздің егемендігі, қазақ халқының еркіндігі, ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсаған асыл мұрат еді. Атадан мирас болып қалған тұғырлы тәуелсіздігімізді сақтап, еліміз береке мен бірліктен, бейбітшілік пен ынтымақтан айрылмай, жаңа заманның жарқын жетістіктеріне жетіп, елбасымыз бастаған, мемлекет басшысы қолдаған сындарлы саясаттың арқасында Қазақстан әлемдік өркениетте өз орны бар іргелі мемлекетке айналсын. Тәуелсіздік күніне орай баршаңызға отбасылық бақыт, денсаулық, кең пейіл, кетпес дәулет тілейміз. Еліміздің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосып, игі істердің бастамашысы болыңыздар. Тәуелсіздігіміз мәңгі болып, еліміз гүлдене берсін. Дорогие коллеги, от всего сердца поздравляем вас с самым главным праздником нашей страны – Днем независимости Республики Казахстан. И желаем в этот замечательный, знаменательный день всем нам, всем казахстанцам, нашей стране стабильности, благополучия и процветания. И, уважаемые коллеги, ко Дню независимости нашей страны ведомственными наградами Министерства культуры и спорта Республики Казахстан удостоены работники Казахской национальной академии хореографии. Нагрудным знаком Мәдениет саласының үздігі, отличник культуры награждается преподаватель предметно-цикловой комиссии по специальным дисциплинам школы колледжа профессионального образования Сайфуллина Гульмира Набиуллаевна. Почетными грамотами Министерства культуры и спорта Республики Казахстан награждаются директор по воспитательной работе Алишева Алила Турсумбаевна и руководитель отдела медицинского обслуживания Латышева Татьяна Михайловна. Примите наши самые искренние поздравления. Әріптестер, мейрам құтты болсын.